Қалам алып қолыма, хат жазамын шіркін. Менің сыныбым. Мен Мұратбек Гүлсезім, 11 жастамын. Бүгін жаңа мектепке көшіп келдім. Менің әкем болмай ескі көлігімен мектепке алып келді. Машина қызбай қалды. Әкем бір топ балаларды машинаны итеруге шақырды. Қатты ұялдым. Қалам алып қолыма, хат жазамын шіркін. Қалам алып қолыма, хат жазамын шіркін. Бүгін 2-ші тоқсанның алғашқы күні. Барлығы бір-бірін сағынған. Біреулерінің бойы өскен, біреулерінің ойы өскен, біреулерінің салмағы өскен, біреулерінің ерте ер жеткен. Ал мен 11-ге толдым. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Оқушылар, біздің сыныбымызға тағы оқушы келді. Есімі Гүлсезім. Танисыздар ма? Танимыз. Папасымен бірге танимыз. Оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы менің сыныбым. Мен жаңа достарыммен таныстым. Олар мені кітапханаға апарды. Берілген мерзіміне кешіктірмеуге тырыс. Оқып біте алмасаң, алдын ала кітапханашы апайға айтып, кітапты қолдану уақытын создыруды ұмытпа. Бұл кітапты тағы да басқа да оқушылар оқитындықтан оқып та қара. Кітапты беттерін жыртпай, бүктемей, ішінен ешқандай сурет немесе белгілерін салма. Алғашқы қалпында қайтар. Бәрі жыртылған жерін байқасаң, қолына келсе жерінде сал, немесе кітапханашы апайға ескертіп қой. Жақсы. Гүлсезім, ата-бабаларымыз мектепті. Кітап алтын сандық, іші толған қазына қол. Оқы ойыңа түс депті. Мен мектептің театр үйірмесіне бардым. Менің сыныптастарым қатысады. Ұлттық тәрбие ел болашағы. Жаңа оқу жылынан бастап көптеген іс-шаралар өтуде. Біздің мектептің акті залына келіп, көптеген қойылымдарға дайындаламыз. Біздің мектепте көптеген үйірмелер болады. Мектепте алдағы шараларға біз дайындалып жатырмыз. Үйірмелерге қатысып, бос уақытымды тиімді өткіземін. Мен қосымша мектептен басқа аудандық саз мектебінде домбыра деген үйірмеге қатысамын. Қалам алып қолыма, хат жазамын шіркін. Сабақтан кейін сыныптастармен көңілді өткізіп, қызықты ойындар ойнадық. Тек қана әкем келмесе екен, әсіресе ескі көлігімен, сыныптастарынан ұят болады. Олардың барлығы қуана ескі көлікті итеруге барды.